Фемицид немесе әйелді әйел болған үшін өлтіру. Оның астарында жыныс пен гендерге деген өшпенділік жатады. Мұндай жағдайды қазақстандық медиада жазып тұрады. Алайда бұл тақырыпты қозғағанда журналистер бірнеше факторды назарда ұстауы қажет. Әйелді өлтірді деген күдікке ілінген адамның алкоголь ішкеніне акцент беру арқылы оның жауапкершілігін азайтудан қашу қажет. Ол адам өлтіруді ақтамайды. Егер бұл тұрмыстық зорлық-зомбылық болса, оны ақтау үшін отбасының экономикалық жағдайында пайдаланбау қажет. Фемицидке қоғамдағы патриархат пен гендерлік стереотиптердің ықпалында жазуды назардан тыс қалдырмаңыз. Полициядан комментарий алумен шектелмеңіз. Адам құқығын қорғап жүрген мамандармен де сөйлесіңіз. Бір ғана фемицид жағдайын айтып өту мұны сирек кездесетіндей, әрі мұның шешімі жоқтай әсер қалдыруы мүмкін. Олай болмау үшін ашық деректерден статистикалық ақпарат келтіріп, мұның қаншалықты жиі кезігетінін атап өтіңіз. Одан бөлек, шок, масқара сарындағы тақырыптарды қоюдан қашыңыз. Ол да фемицид аз болатын жағдай секілді ой қалдыруы мүмкін. Қылмысы дәлелденген адамды тыныш болатын, жақсы оқитын, жақсы адам еді деген секілді жұмсартатын сөздерді пайдаланудан аулақ болғаныңыз жөн. Бұл тек белгілі бір адамдардың сипаттауы ғана болуы мүмкін, бірақ шындығында кімнің қандай болғанын сіз білмейсіз ғой. Тағы бір маңызды мәселе, кейбір журналистер агрессорлардың жұбайын қызғануын адам өлтіруге барғанын түсіндіру үшін пайдалануға тырысады. Бірақ бұл ешқандай сезім емес, бұл қылмыс. Одан соң шабуылға ұшыраған адамның өзін айыптайтын сөздерді, сөйлемдерді қолданудан аулақ болу керек. Яғни victim blamingнен қашу қажет. Пайдаланылмауы да қажет. Пайдаланылмауы қажет деп қиын етіп қойған ғой өзі.